Асанәлі Әшімов 88 жасқа толуына орай Жібек жолы арнасына сұхбат беріп, өнерге алғаш келгенде қандай сезімде болғанын айтты. Сонымен бірге ол әлі де киноға түсуге қарсы емес екендігін жеткізді. Мерейтой емес, кезекті жас қой енді. 88 деген оңай жас емес екен. Келдік. Туған күніммен халқым, достарым құттықтап жатыр. Сіздерге рахмет. Халқыма ризамын. Туған күніңіз деп таң атқалы телефонға тыныштық жоқ. Рахмет, деді Асанәлі Әшімов. 88 жаста жаңа жобаларға шақырту алсаңыз, әлі де киноға түсуге дайынсыз ба деген сауалға Асанәлі Әшімов былай деп жауап берді. Мен киноға түсуге дайынмын. Материал дайын болса, соны түсіретін кісілер дайын болса, мен әр уақытта дайынмын. Өнер жолына келгесін өміріміз осылай кетті ғой, аяғына дейін. Жақсы материал, жақсы режиссура болса, түсуге дайынмын, деді ол. Сонымен бірге, ол өнер саласына қалай келгеніне де тоқталды. Өкінбеймін. Басында кішкене онша құлықсыз болдым. Өте махаббатпен келген жоқпын. Енді сол махаббатпен кетіп бара жатырмын ғой. Өнерді сыйлап, өнердің ұлы екенін түсініп, соның пұшпағында жүрміз ғой қазір, деді ол. Қазақ киносының болашағына қандай баға бересіз деген сауалға да халық артисі енді заман өзгерді. Әр уақытта біз оптимистпіз. Алдағы уақытта жақсы жағдайлар болатын шығар деп үміттенемін. Жастар бар талпынып келе жатқан. Бір сондай уақыт болады ғой, бір төмен, бір жоғары. Өнер деген сол. Сондықтан келешек жастарға сенемін деп жауап берді.